Сәлеметсіздер ме, құрметті оқырмандар және әлеуметтік желіміздің көрермендері. Бүгін 29 наурыз күні журналист, ақын, жазушылар одағының мүшесі Жарасбай Нұрқановтың туғанына 85 жыл толуына орай біздің кітапханамызда «Бар өмірім өлеңмен өтсе менің» атты кітап көрмесі ұйымдастырылып отыр. Жалпы Жарасбай Нұрқанов 1937 жылы Солтүстік Қазақстан облысы Шалақын ауданы Көктерек ауылында дүниеге келген. Өз қызметін мұғалімділіктен бастап, өнер баспасының аға редакторы болып, жазушы баспасының аға редакторы болып, және де Республикалық социалистік Қазақстан газетінің Целиноград бойынша меншікті тілшісі болып қызмет атқарған. Бүгінгі көрмеде сіздер ақынның шығармаларын көре аласыздар. Біздің кітапханамызда Қызылжар және Көкжиек жыр жинақтары бар. Қызылжар атты жинаққа ақынның әр жылдардағы таңдамалы шығармалары мен соңғы уақытта жазған өлеңдері, поэмалары, арнаулары мен толғаулары енген. Көкжиек атты өлеңдер жинағы ақынның өзі өмірден өткеннен кейін құрастырылған. Жинаққа әр жылдардағы таңдамалы шығармалары мен соңғы уақытта жазған өлеңдері, поэмалары, дастандары, арнаулары мен толғаулары, әзіл-сықақ шымшымалары және балаларға арнап жазған жырлары енгізілген. Сонымен қатар кітапханамыздағы қазақ әдебиеті энциклопедиялық анықтамалыққа, Солтүстік Қазақстан облысы энциклопедиясына, Қызылжар өңірінің зиялы қауымы кітабына да Жарасбай Нұрқановтың есімі енгізілген. Ақын шығармашылығымен танысқысы келетін оқырмандарымыз біздің кітапханамызға келіп таныса аласыздар.